Құрметті көрермен, тікелей эфирде Таңшолпан Алматы студиясынан ары қарай жалғасуда. Студиямыздың бүгінгі құрметті меймандармен таныстырып өтсек. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Гаухар Төремұратқызы Алданбергенова және Қазақстан жас педагог ғалымдары қауымдастығының мүшесі Шахислам Лайысханов. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош көрдік өздеріңізді. Мемлекет басшысының қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауының тұрмыс сапасын арттыру атты екінші басымдығында елбасы жоғары білім беруге қатысты педагог мәртебесі жайында бірқатар маңызды міндеттерді атап көрсеткен болатын. Енді сіздің ойыңызша мұғалім, ұстаздар қауымын даярлауда отандық жоғары оқу орындарының жалпы атқаратын рөлі қандай? Жалпы бұл мемлекет басшысы бұл жолдауында педагогикалық жоғарғы оқу орындарына, жалпы білім беретін жоғарғы оқу орындарына үлкен міндеттер қойып отыр. Бұл жолдау негізі әлеуметтік, экономикалық және технологиялық жаңғыртудың жалғасы іспеттес. Екінші басымдығында педагогикалық қызметкерлерге, жалпы педагогика саласындағы жүрген мұғалімдерге бір үлкен міндет қойып отыр. Мен өзім айтып кеттім. 2019 жылы педагог мәртебесіне байланысты үлкен заң қабылданады. Соған үлкен дайындықтар жүргізіліп жатыр қазір. Білім беру мекемелерінде, білім беру жоғарғы оқу орындарында үлкен дайындық, үлкен бір үрдіс дайындық үстінде. Жақсы, Гаухар ханым, ал енді ұстаз беделін қалай көтеруге болады? Өз пайымыңыз қандай? Жалпы мынау ұстаз беделін көтеру ол бір айлық немесе бір жылдық жұмыс емес. Ол ұзақ жылдардың жемісі деп айтуға болады. Мынау мұғалімнің, ұстаздың мәртебесін көтеру, ол әрине бірінші қаржыға байланысты. Екіншіден, әр отбасы, әр атана мәртебесін көтеруге атсалысу керек. Демек, әр отбасында ұстаздың беделін, ұстаздың еңбегін әрқашанда баланың құлағына құйып отыру керек. Сол кезде ғана біз ұстаздың мәртебесін көтереміз. Әрбір отбасы міндетті түрде атсалысу керек. Ұстаздың жалпы беделін көтеріп отыру керек қой баланың алдында ата-аналар. Енді жаңа жыл қарсаңында елбасының жарлығымен сіздердің университеттеріңізге, педагогикалық қыздар университетіне ұлттық статусы берілді. Құтты болсын дейміз. Бұл үлкен бір жетістік, табыс, өзіндік дара орны бар оқу орнына бұл қандай мүмкіндіктер береді? Қандай мүмкіндіктерге жол ашады? 2018 жылы, өткен жылы 25 желтоқсанда мемлекет басшысы жарлыққа қол қойды. Біздің Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ұлттық мәртебеге ие болып, қазір Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті болып атанып отыр. Бұл әрине мынау 75 жыл бойы еңбек еткен қаншама педагог профессорлардың, қаншама осы жоғарғы оқу орнының басшыларының еңбегін еленгені. Екінші жағынан бұл елбасымыздың мұғалім мәртебесін көтерудегі бірде-бір жолы деп мен санаймын. Бұл енді қандай мүмкіндіктер береді? Жалпы 2017-2018 жылы бұл жоғарғы оқу орны үлкен табыстарға жетті. Оны атап айтатын болсақ, біріншіден біз латын графикасына арналған үлкен лаборатория аштық. Одан кейін екінші жасалғанымыз дара түзету орталығын аштық. Ол мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған орталық. Одан кейін арт галерея деген бізде осы Қыздар педагогикалық университетінде кәсіптік дайындау мамандығына байланысты балалардың еңбектерін шығару, еңбектерін көрсету елге. Одан кейін ең үлкен жасалған нәрсе, біз осы Қыздар педагогикалық университеті құрылтайшысы болған үлкен жас ғалымдар, педагог ғалымдардың қауымдастығын аштық. Бұл қауымдастықтың ұйымдастыру мақсаты ең біріншіден алаң құру, тәжірибе алмасу алаң құруын, және бізден шыққан немесе басқа жоғарғы оқу орнынан шыққан педагогтарды қолдау.
біз қазір осы жас ғалымдар шеттерге шығып, сол мектептердегі мұғалімдерге жаңағы шебер сыныптарын, содан кейін тренингтарды өткізу үстінде. Жас педагог ғалымдар қауымдастығы, соның аясында робототехникаға байланысты стартап жобалар жүзеге асырып жатыр екен. Өзіңіз айтып өтсеңіз, Шахислам мырза. Біздің Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің физика-математика факультетінде қазіргі таңда робототехника зертханасы өз жұмысын бастады. Осы зертхананың аясында қазір ғылыми зерттеулермен айналысатын арнайы үйірмелер ашу қазіргі кезде көзделіп отыр. Бұл үйірменің негізгі мақсаты мынау жоғары оқу орнының студенттері мен мектеп оқушыларын осы робототехниканың қыр-сырларын меңгеруге үйрету. Және де сол арқылы олардың ғылыммен айналысуына дем беру. Қазіргі кезде бұл үйірмеміз жұмысын бастап кетті деуге де болады. Осы статистика бойынша Азияда 5000-нан астам оқушылар осы робототехникамен айналысады екен. Бұл дегеніміз, біз замана көшінен қалмауымыз керек. Біздің оқушыларымыз да, біздің өскелең ұрпағымыз да осы жағы робототехниканың қыр-сырларын меңгеру керек. Бүлдіршін кезінде ойыншық құрастырып, оқушы кезінде робот құрастырса, ол есейгенде міндетті түрде үлкен-үлкен жаңалықтар ашуына біз сенеміз. Және де соған біздің университеттің ғалымдары, біздің ұжым қолынан келген жұмыстардың барлығын атқарып жатыр деуге болады. Енді мұндай үйірмеге мектеп оқушылары қай сыныптан бастап қатыса алады? Қазіргі кезде жоғары сыныпқа өткен оқушылар осы үйірмеге қазір жазылып жатыр. Өйткені олар жағы ойыншықтарды логикалық жағынан құрастыру мүмкіндігі болу керек оларда. Сонымен қатар қазір кезде колледждің студенттері, яғни болашақ біздің мамандарымыз, педагог мамандарымыз, сонымен қатар жоғары оқу орнының студенттері осы зертханада жұмыстар жүргізіп жатыр. Жаңа ғана Гаухар ханым айтып өттіңіз, осы жас педагог ғалымдардың қауымдастығы былтыр құрылған екен, біраз жұмыстар қолға алынып жатыр екен. Сондай-ақ осы қауымдастықтың мүшелері еліміздің әрбір өңіріне барып, ол жақтағы ұстаздардың, оқушылардың әлеуетін көтеру жұмыстарын қолға алып жатқан көрінеді. Қандай өңірлерге сапарлар жасалды осы қауымдастық мүшелерінің тарапынан? Енді біріншіден қауымдастықтың құрылуына кішкене тоқталып өтсем, университетіміздің ректоры Гаухар Төремұратқызының қолдауымен, білім және ғылым министрлігінің мұрындық болуымен Қазақстан жас педагог ғалымдардың қауымдастығы 2018 жылдың 25 сәуірінде құрылды. Республикалық алғашқы слеті өтті, соның аясында осы ұйым құрылды. Қазіргі кезде осы ұйымға республикамыздың 18 жоғары оқу орнының жас ғалымдары мүше болып отыр. Осы біздің жағы қауымдастықтың басты мақсаты ол еліміздің қоғамның дамуына өзіндік үлес қоса алатын, жаңаша ойлайтын жас ғалымдарды бір арнаға біріктіру және олардың диалог алаңын құру. Осы қауымдастық қазіргі кезде белсенді жұмыс жүргізіп жатыр деп айтуға болады. Солардың бірі осы жақында ғана Қарасай ауданындағы бірнеше елді мекендердің мектептеріне барып, ондағы жағы білім берушілермен оқушылармен тығыз байланыс орнатып, шеберлік сыныптарын өткізіп келдік. Олар бізді өте жылы қарсы алды. Шеберлік сыныптарымен қатар оларға ғылыми зерттеу жұмыстарын қалай әзірлеу керек, солар бойынша тренинг семинарлар өткізілді. Нәтижесі қалай болды, сараптадыңыздар ма? Нәтижесі өте жақсы. Олармен тығыз қарым-қатынас орнаттық деуге болады. Қазіргі кезде мектеп оқушыларына дейін бізге хабарласып,
жағы осындай ғылыми жобаларды жүзеге асырғымыз келеді. Қандай ақыл кеңес бересіздер, қандай технологияларды, қандай әдістерді қолдану керек деген сияқты сұрақтармен бізге хабарласып жатыр. Сонымен қатар тек қана осы Алматының маңы емес, қазір кезде біздің осы қауымдастықтың мүшелері жүргізген осындай семинар, тренингке шет шалғай аймақтардан сұраныстар түсіп жатыр. Соңғы сұраныстың бірі мынау Павлодар облысынан түсті. Болашақта біз осы жұмысымызды басқа да өңірлерде жалғастыратын боламыз. Сәттілік тілейміз. Гаухар ханым, енді келесі сауалды өзіңізге қойсақ, бәсекеге қабілетті педагог дайындау бүгінгі заман талабы. Жалпы осы бағытта қандай жаңа бастамалар сіздерде қолға алынып жатыр? Жалпы мен жаңа өзім сөзімде айтып кеттім. Біз біраз жұмысты жасап жатырмыз. Оның бірі мынау жас ғалымдардың қауымдастығының құрылуы. Осы жас ғалымдардың көптеген жетістіктері бар, бір жыл болса да. Мынау жаратылыс тану біздегі факультеттің жас ғалымдары қазір инновациялық патентін алды. Өздері ие болды. Қазір сол патентке байланысты көп жұмыстар жүргізіліп жатыр. Және де бір жылдың ішінде біздің студенттеріміз 160 жарыстарға қатысты, оның ішінде олимпиада, спортқа байланысты, мынау жаратылыстану ғылымдарына байланысты қатысып, содан үлкен жүлделі орындарға ие болды біздің студенттеріміз. Олар осы мынау біздің еліміздегі ұлттық жоғарғы оқу орындарымен иық тіресіп сайысқа түсті. Содан бірінші, екінші орындарды иемденді. Тағы да айтып кететін болсақ, мысалы, жас ғалымдардың көптеген қазір ізденістері танылып жатыр. Мен ойлаймын, осы ұлттық мәртебені алғаннан кейін бұл әрі қарайда артады деп мен үміттенемін. Біздің жалпы жастар қазір белсенді. Келесі жылы елбасымыз жастар жылы болады деп отыр. Ол да бір үлкен биылғы жылы 2019 жылы жастар жылы деп отырмыз. Сондықтан жастарға да бұл үлкен бір жауапкершілік, үлкен бір міндет қояды деп мен ойлаймын. Әсіресе біздің Қыздар педагогикалық университетінің жас ғалымдарына, жас педагогтарына бұл үлкен бір міндет, бір үлкен белес деп айтуға болады. Бергі айтқанда енді білімді, бәсекеге қабілетті мамандарды ауылға тарту мәселесі қалай жолға қойылып жатыр? Жалпы мынау Қыздар педагогикалық университетінің түлектері ауылдық жерге барып жұмыс істейді. 75% біз осы өткен жылы осы біздің түлектеріміздің қай жаққа барып жұмысқа орналасып жатыр екен деп бір сондай зерттеу жасағанда 75% ауылдық жерге барып қызметке орналасады екен. Енді 25% оның енді қыз бала болғаннан кейін отбасы құрады, ана болуға дайындалады деген сияқты, және әрі қарай жаңағы магистратура, докторантураға ғылыммен айналысуға кетеді екен. Жалпы мынау Қыздар педагогикалық университетіне қазір елбасымыз ерекше мәртебені беріп отыр ғой, ұлттық деген мәртебені. Мынау 91 жылдары мынау кеңес үкіметі тоқырау кездерінде басқа ТМД елдерінде осы Қыздар педагогикалық Қыздар жоғарғы оқу орындары жабылып қалған негізі. Осы 91 жылы осындай мәселе туындаған. Осы Қыздар педагогикалық университетін жапсақ қалай болады? Өзінің жаңағы әлеуметтік рөлін атқарды. Енді керек па деген сұрақ тұрған көтерілген кезде елбасымыз осы жоғарғы оқу орнын қолдап және қорғап қалған. Енді міне қазір көріп отырсыздар. Жемісін көріп отырмыз. Жемісін көріп отырмыз. Міне 75 жыл бойы 60 мыңнан астам педагог қыздарды дайындап шығарып отыр. Жақсы, ұжымдарыңызда, университеттеріңізде біраз келелі шаруалар атқарылып жатыр екен. Еңбектеріңіз табысты, жемісті болуына тілектеспіз. Таңғы уақыттарыңызды бөліп, Таңшолпанға келгендеріңізге көптен көп рахмет сіздерге. Үлкен рахмет. Сіздерге де рахмет. Қадірлі көрермендер, бүгін студияда қонақта Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Гаухар Төремұратқызы Алданбергенова және Қазақстан жас педагог ғалымдар қауымдастығының мүшесі Шахислам Лайсханов.